안녕하세요. Жаңағы бізде 3 жыл болды, августте құрылғанбыз 2018 жылы. Не я компанию выбирать, компания меня выбирает. Менің және де Кюфо Тулпар компаниясының командасының ең основной мотиваторы ол біздің бас директорымыз Талғат мырза. Нерешимых проблем не бывает. Cutie, sexy, lovely. Талғат мырзаның қарындасы болып, ағаңыздың компаниясында жұмыс жасаған қалай екен? Команда, мен бір-ақ сөзбен айтып кетем. Мақал бар ғой, бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін. Осы команда. Яғни өзіміздің қазақ тілімізді егерде біз 100% жақсы меңгеріп өзіміз дұрыс сөйлемей тұрсақ, ар жағындағы адамның сенімі деген бізге жоғалады деп ойлаймын. Мама вообще ұнамайды. Ана издевательство ғой енді. Қайырлы күн достар, күндеріңіз жақсы өтсін. Біздің міне басталды. Ақырын адамдар келіп жатыр. Күндеріңіз сәтті өтсін барлықтарыңызға. Құрметті достар, біз міне компаниямызға тәжірибе жүзінде осы кісілердің велосипед ойлап қажет жоқ. Алдыңғы осы істеп кеткен адамдар зерттеу керек. Міне командамызбен. Қайырлы күн достар, біз командамызбен қазір Аллур автоға кетіп бара жатырмыз. Олардың машиналарды қалай алып сатып жатқандығын көріп, сол жерден танысатын боламыз. Біз қосқандарыңызға керемет осы компаниямыз бар, саған рахмет. Жалпы осы компанияны құрғаныма, және де сіздер сияқты жанды адамдар барына, содан кейін бар, әрбір сәтті, әрбір уақытымызды бағалап, жәнегі жалпы менің түсінгенім бұл өмірде ақша, және де бір машина болмаса үй, заттар, сондай заттар емес екен көңіл нәрселер. Жалпы түсінгенім адамның қарым-қатынасы, бір-бірін сыйласуы, және ол ұзақ болуы. Осыны түсіндім. Өйткені қараңыздаршы, қазір көп нәрсені біз қысқа ғана ойлаймыз, бір күндікпен ғана ойлаймыз. Ертең 3 жылда не болады деп, вообще ондай жоспар қоймаймыз. Соншалықты түсінгенім қарым-қатынас, адамдық және де осы коллективтегі қарым-қатынас барлығы, оның барлығы уақытпен құрылатын нәрселер екен. Уақытпен құрылатын нәрселер. Кюфо Тулпар компаниясы мысалы 2018 жылы біз ашқан кезде қаншама адамдар болды, қаншама адамдар өз үлестерін қосып кетті. Қазір қаншама адамдар алды 2 жылдан бастап жанымызда келе жатыр бірге. Сол кезде түсінгенім қаншама қиыншылықтар бірге өттік. Сенімсіздіктер де болды, компания ертең жабылады деген сияқты. Қазір осы жерде осындай офиста отырсақ, осы жерде отырған әрбір адамның үлесі де, әрбір адамның үлесі. Мен соны түсіндім. Сондықтан да бізде қазір болашақта қазірден бастап бір-бірімізді осы коллективтегі адамдық сыйлап, және де ол осы компанияда өзінің орнын алатын, және де онымен қоса алған білім, қандай да қажетті өсуге керекті нәрселер керек, соның барлығына қазір компания осыған қалай көңіл бөледі.
сіздердің білімдеріңіз, және де компанияда өсулеріңіз, өнулеріңіз, сіздердің компанияда өз орындарыңыз болуы, және де шетелге барып оқып келу керек болса, осы салаларға қалай көңіл бөлінетін болады. Мен осыны түсіндім. Өйткені адам бұл өмірге келгенде өз мақсаты бар, және де ол адам өзінің артына із тастап кетсе, бір орным болса деген өте сондайға көңіл бөледі. Ал қалғаны, мысалы, машина алу, үй алу, оның барлығы, егер адам тұрақты түрде өзін құнды екенін компанияда, және де пайда келтіріп жатқанын білсе, жаңа айттым ғой, тек қана біздің компанияда емес, егер сіз құнды коллективтегі адам болсаңыз, компания өзді жібергісі келмейді сіздерді. Ал енді сондай адамды басқа компанияларда өздері шақыратын болады, білімді адамды. Давай кеш бізге, біз саған ол кезде уже машинада, ақшада, басқа нәрселерде бәрі табылады да. Сондықтан да менің түсінгенім бұл өмірде ең бірінші адами қарым-қатынас, адами ресурс. Осыған көңіл бөлетін болсақ, біз үлкен компания болатынымызға сенемін. Өйткені мен қазір осы бір апта 10 күндей жатқан кезде Ford компаниясын зерттеп көрдім. Одан кейін шыққан Hyundai, мысалы, Kia компанияларын, корейский компанияларды зерттеп көрдім. Toyota компанияларын зерттеп көрдім. Олардың жіберген хаты, мысалы, Ford компаниясы ең алпауыт компаниялар. Қазір қарасаңыздар, рынктан ақырын ығыстырып, жаңағы корейский компаниялар орындарын басып жатыр, мысалы. Hyundai, Toyota деген сияқты. Олардың бәрі кейінгі құрылған компаниялар. Сол кейінгі құрылған компаниялар, олар қандай жаққа қарай көңіл бөлген. Олардың барлығы осы адами қатынасқа көңіл бөлгенде, адамдарды өсіру, олардың біліміне көңіл бөлу, оларды қателесуге мүмкіндік беру, компанияда өз орындарын алатын, ол простой слесарь болып келіп, генеральный директорға дейін көтерілетін мүмкіндік берілгенде. Осыған байланысты біздің компанияда да қазір осы сала бойынша ұсталатын болады. Мысалы, өздеріңіз қазір қаракетті оқыған арналып көріп отырсыздар. Ерасыл қазір Астанада жүр. Қазір Астанадағы компанияны құрып жатыр. Осылардан, және де сайттан, серіктен осында жүрген Ақмарал ханым қалай келген білесіз. Әсел ханымды барлықтарыңызда мүмкіндік бар. Осы жерде басынан бастап жүріп жатқан. Қазір Бота ханым бухгалтерияда өз орнынан отыр. Осылардың бәрін қарап отырсам, біз егер мен адамдық біліміне, олардың өсуіне, компанияда өз орнын алуына егер көңіл бөлетін болсақ, біз номер бірінші компания бола аламыз. Міне, Бақберген бауырымыз екеуміз жаңа шықтық. Мықты. Жақында үлкен өзгерістер болады. Ең басты сенім, мышление. Кюфо Тұлпарда. Молодец. Таңертеңнен кешке дейін мен жұмыс істеймін. Табу керек дейін жасап тұрса сенбеймін. Таңертеңнен кешке дейін мен жұмыс істеймін. Табу керек дейін жасап тұрса сенбеймін. Таңертеңнен кешке дейін табу керек дейін. Жағдай өте қиын, жасамаса мен. Ештеңені ойлама, тек бір Құдайға сыйын. Кетпесін достарының арасында сыйын. Отырма тек аспанға, қолын жайып босқа. Сенім жоқ қазіргі замандағы досқа. Сөйле десе сөйлейін, мен онда тағы. Әркімнің әр жерде жанаты бағы. Табылмайды жалпы адамның бабы. Бітпейді саған қоятын оның соғы. Таңертеңнен кешке дейін мен жұмыс істеймін. Табу керек дейін жасап тұрса сенбеймін. Таңертеңнен кешке дейін мен жұмыс істеймін. Табу керек дейін жасап тұрса сенбеймін. Таңертеңнен кешке дейін табу керек дейін. Жағдай өте қиын, жасамаса мен. Әркімде әртүрлі жағдай. Жерге төккен тері қарамайды. Нағыл дейді нағыз ойбай. Айтатын сөздері менің сон. Өзіңізді танысып кетсеңіз? Есімім Ақмарал болады. Кюфо Тұлпар компаниясының управляющий директорымын. Ақмарал ханым, жалпы осы компанияда жұмыс жасап жүргеніңізге қанша уақыт болды? Жұмыс жасап жүргеніме 2 жылдан аса уақыт болды. Жалпы осы Кюфо Тұлпар компаниясының мақсаты қандай? Кюфо Тұлпар компаниясының ең алғашқы мақсаты
біздің осы Қазақстандағы қарапайым халқымыздың әрбір отбасының көлік иесі қылу. Және де біз әлем деңгейіне жетіп, осы Қазақстанда номер бірінші автокөлік сататын автосалон болғымыз келеді. Ол құпия емес, біздің барлық подписчиктеріміз біледі, біз ашық компаниямыз, үнемі өз жоспарларымызбен бөлісіп отырамыз. Алдыңғы қазіргі ең бірінші мақсат ол Кюфо Тұлпар Астананы Нұр-Сұлтанда ашу. Қазіргі кезде ол жақта ремонт болып жатыр. Осы жақында ашылатын боламыз. Одан кейін Қырғызстанда Бишкек қаласында ашылғымыз келеді. Одан кейін Өзбекстан, Тәжікстан, яғни бүткіл СНГ-де өз филиалдарымызды ашып, және де тек қана жүрілген автокөліктерді емес, сонымен қоса жаңа автокөліктердің официальный дилерствосын алғымыз келеді. Ақмарал ханым, енді сізге жеке байланысты сұрақ. Жалпы барлығымыз білеміз, сіз осы уақытқа дейін Кюфо Тұлпарға келместен бұрын HR Capital дедіңіз ғой, сол Қазақстандағы ең бірінші компания десек те болады, сол жерде жұмыс жасадыңыз. Жалпы ол кезде әлі 2 жыл бұрын Кюфо Тұлпардың аты әлі олай қатты шықпаған еді, қазіргі таңдағыдай, өйткені Кюфо Тұлпар жаңадан құрылып жатқан компания болған еді. Енді сізге сұрақ, жалпы сіз андай керемет компанияда жұмыс жасап, осындай әлі аты шықпаған компанияға келуіңіздің себебі неде? Менің Кюфо Тұлпарға келген мақсадым, себебі жаңа компания болғандықтан, өзіңіз айтып кеткенде енді құрылып жатқан, мен өзі жеке басым осындай жаңалықты жақсы көрем. Өйткені ол жаңа компания дегені, ол дегені бүткілін сен бастан бастап өзің құрасың, өзіңнің командаңды құрастырасың. Мысал үшін осы офиске көшіп келгеніміз, біз келген кезде ештеңе болмаған, мына жақта тек қана бутиктер болған. Осын бірге іздеп, тауып, 3D визуализациясын жасап, содан кейін команда жинап, негізінде алғашқы мен Кюфо Тұлпарға келгенімде мен айтқанмын, мен бір жұмысқа кірсем, егер де ол жұмыс жаңа болса, орысша айтқанда, я отношусь к этому как к своему детищу. Осындай жаңадан ашылған Кюфо Тұлпар компаниясының таңдауы сыры неде? Таңдауым бұл компания жаңа болғандықтан маған қызық болды. Өйткені жаңа компания бұл мен үшін, мен өзім басына айтқанмын, детище деп, бір кішкентай бала сияқты, оны өсуіне көмектесіп, команда алып, офисті бәрін бірге істеп, және де мені қызықтырғаны ол сенім. Өйткені қазіргі кезде көп компаниялар өз жұмысшыларына сенбейді. Адамдарға адам ретінде емес, көбінесе бір ресурс ретінде қарайды. Тек қана білімі керек, жұмыс жасағаны керек. Бірақ қандайды бір қателік жасаса, ол қателік кешірілмейді. Бірақ Кюфо Тұлпар компаниясында ондай емес. Саған қателік жасауға мүмкіндік беріледі. Қателік жасасаң да саған ешкім айтпайды, болды, саған мүмкіндік берілмейді, өйткені сен қателік жасап қойдың. Ол сенім. Сенім дегені ол адамға өте керекті зат, и ол күшті мотивация береді ары қарай жүруге. Керемет. Жалпы қазір Кюфо Тұлпар компаниясына 3 жыл толды. 3 жыл толды. Осы уақытқа шейін сіздің жұмыс жасағаныңызға 2 жыл болды. Яғни былай қарасақ, сіз басынан бастап келе жатырған адамдардың қатарындасыз. Жалпы осы уақытқа дейін қиындық болмады емес, болды ғой, әрине. Әрине. Осыншама қиындықтан өтіп, осындай Кюфо Тұлпарды қазір керемет офисқа айналдырып, Нұр-Сұлтанда тағы да бір филиалын ашып, әрекет жасап жатырсыздар. Жалпы енді сұрақ, сіз осының барлығын мотивацияны қайдан аласыз? Жалпы менің және де Кюфо Тұлпар компаниясының командасының ең основной мотиваторы ол біздің бас директорымыз Талғат мырза. Өйткені ол кісі, мен алдында айтып кеткендей, адамға сене біледі. Басында мен жұмысқа келген кезде көп несе қорқамын, кейбір жұмыстарды жасай алмаймын деген кезде ол кісі маған үнемі айтатын: сен жасап білесің, мен саған сенемін, сен қолыңнан келеді деп. Ал кез келген адамға біреу сенсе, ол сол сенімді біліп тұрса, мен ойлаймын, ол бәрін істейді сол адамның сенімін ақтару үшін. Мен ең алғашқы ол сенім деп ойлаймын. Жалпы қиындық демекші, осы сіз қазір Кюфо Тұлпар компаниясының басқарушы директорысыз. Сіздің жұмысыңызда кездесетін қиындықтар?
Қиындық негізінде әрбір жұмыста бар. Жұмыста да, жалпы жеке өмірде де, онсыз өмірдің де қызығы болмайды. Мен қиындықтан қорықпаймын, бірақ ең маған көңіліме қатты бататын ол орысша айтқанда разочарование. Ол дегені сен бір адамға сенесің, оған үйретесің, бүткіл біліміңді бересің, оны жақсы көресің. Бірақ кез келген кезде ол сеніміңді ақтамайды. Сенің артыңнан өсек айтып, және бір істер жасап жүреді. Вот сол менің көңіліме қатты батады, мен содан қорқамын. Өйткені ол разочарование дегені адамның көңіл қалғаны, ол адамның жүрегіне өте қатты бататын зат деп ойлаймын. Ақмарал ханым, жалпы команда сөзін қалай сіз түсінесіз? Команда дегені ол мен үшін отбасы дегені. Өйткені мен даже объявление бергенде жұмысшыларды жұмысқа қабылдау туралы үнемі текстің астында жазып қоямын: стань частью большой семьи деп. Өйткені біз 24 сағат болса, осы 24 сағаттың 7-8 сағатын ұйықтасақ, оның 10-12 сағатын жұмыста өткіземіз. Көбінесе уақытымызды біз жұмыста өткіземіз. Сол үшін ол команда дегені бір отбасы деп білем. И өз командама өзімнің отбасым ретінде қараймын. Өйткені жұмыс ол біздің екінші үйіміз, ал жұмысшылар ол біздің отбасымыз. Керемет. Жалпы сіз үшін айтып кеткендей, команда бұл маған отбасы деп. Жалпы сіз осы өзіңіздің командаңызға солай қарайсыз ба? Өзіңіз айтқандай. Иә, әрине, мен өз командама, өз отбасым ретінде қараймын. Бізде командада жұмыс істейтін көбінесе жастар 18-19 жастан бастап, соларға мен өзімнің сіңілілерім, інілерім ретінде қараймын. Кез келген кезде тек қана мақтау емес, ұрыс та болады. Өйткені әрбір семьяда ол болатын жағдай, бірақ оны ұрысқанда да сен жаман бол деп ешкім ұрыспайды. Үйрету үшін, тәжірибемен бөлісу үшін, ертең өмірде бір қателік, сондай қателік жасамау үшін кейбір кезде ұрысып та, кейбір кезде жақсы сөйлеп сондай болады. Бірақ та мен командадағы әрбір команда мүшесін жақсы көрем. И өзімнің бір отбасыма қарағандай, өзімнің інілерім, бауырларым, әпкелерім, сіңілерім ретінде көремін. Команда демекші, Ақмарал ханым, осы уақытқа шейін осы Q-Photo-Пардан бір андай Q-Photo-Пардың андай бір мүшесі болды ма? Ол кеткен кезде барлықтарын жылап, немесе андай көңілмен қоштасқан адам болды ма? Өте жақсы сұрақ болды. Негізінде мен кеше осы туралы айтып өткенмін. Біздің командада бір маркетолог жігіт жұмыс істеген. Есімі Данияр болған. Қазір мына жақта бір письмо тастап кеткен екен бізге. Сол Данияр бізден жұмыстан шыққанда негізінде бәріміз біртүрлі болып қалдық. Алдында бізде жұмыстан шыққанда шығады, жарайды, ладно дейтедік, бірақ Данияр жұмыстан шыққанда біздің СММ маманы болған. Даже отдел продажда жұмыс істеген жігіттердің өзі біртүрлі болып, шынымен де бір бауырымыз кетіп баратқан сияқты, жылағымыз келіп, содан кейін біз Қазан қаласына кетіп баратқанда, ол жігіт Қызылорданыкі. Қызылордада біз тоқтаған кезде келіп, бізбен амандасып, тура жылағысы келіп, шынымен де Данияр біздің жүректерімізде өте зор әсер қалдырған и мынандай өзінің письмосын жазып қалдырған. Құрметті Q-Photo-Тұлпар ұжымы, сіздерге әрқашан сәттілік тілеймін. Жұмыста толағай табысқа жете беріңіздер. Халықаралық дәрежеде алар орындарыңыз жоғарыдан болсын. Құрметпен Данияр. Даниярға көп-көп рахмет осы жазған хаты үшін. 5 жылдан кейін Q-Photo-Тұлпар компаниямыз алдында айтып өткенде тек қана Қазақстанда емес, басқа СНГ бойынша мемлекеттерде де, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, сол жерлерде ашылғымыз келеді. Және де осы жаңа автокөліктерді міндетті түрде Қазақстанға алып келіп сатамыз деп ойлаймыз. Өйткені негізінде Қазақстанда автокөлік саласында қазір жаңа автокөлік алу кішкене қиындау. Сен оны тосуың керексің, ақшасын беріп, очередін тосасын, немесе перекуп дейді.
перекупщиктерден сатып алу үшін бағасы 2 есе қымбат болып кетеді. Ал біздің мақсадымыз біздің халқымызға, қарапайым халыққа тиімді бағамен жүрілген көліктер болсын, жаңа көліктер болсын, соларды сату. Мен сенемін 5 жылдан кейін біз осы мақсатымызға міндетті түрде жетеміз. Керемет. Енді соңғы жалпы осы компанияға, Q Photo Park компаниясына өзіңіздің директор ретінде тілегіңізді айтып кетсеңіз. Q Photo Park компаниясына менің тілегім, компаниямыз өсіп, өркендеп, мықты командамыз болып, осы командада бізге жастар, студенттер келіп, бірақ осы жерден пенсияға шығып кетсе екен деймін. Өйткені біздің компаниямыздың құндылығы ол біздің команда, ол біздің семьямыз. Сонымен қоса Қазақстанның әрбір отбасына, қарапайым отбасы осы Q Photo Park компаниясынан өз автокөлігін алса екен деген менің тілегім бар, және ол біздің компаниямыздың өзінің мақсады және де арманы. Добрый день, меня зовут Саид, я являюсь руководителем отдела продаж. Сколько вы уже здесь работаете? Я работаю уже 3-й год с открытия компании. Могу спросить, а почему вы выбрали именно компанию Q Photo Park? Ну, как говорят, поговорка есть, говорит, не я компанию выбирает, компания меня выбирает. Просто в этой компании работает мой друг генеральным директором. Он меня позвал, я пошел работать. Вот, что для вас удается труднее в этой сфере? Что удается труднее? Да. Ну, в принципе, ничего трудного нету. В принципе, ничего такого трудного нету. Но бывают моменты, когда вам было трудно, что вы не сможете, Ну, хотите как бы... нерешимых проблем не бывает. По-любому безвыходной ситуации никогда не было. По-любому найдется выход. Прекрасно. Что для вас означает слово «команда»? Слово «команда» — это когда все работают в команде, все сплоченные, друг друга поддерживают. Если там кто-то хромает, его надо тоже поддерживать, потому что как-никак команда, все в одной лодке плывем. Если кто-то один отстает, нужно его подтягивать, поддерживать его, чтобы вся команда была впереди. А не так, что все впереди, а один сзади остался, с лодки упал и утонул. А вот вы делаете то, что вы сейчас только что сказали? Вы помогаете? Конечно, по максимальному, что в моих силах, я все делаю. Хорошо. Теперь последний вопрос. Как вы видите себя через 5 лет в этой компании? Себя через 5 лет, ну, как сказать, время покажет, как говорится. Дай бог, пойдем по карьерной лестнице повыше. Бәріне сәлем, есімім Бота, несиелеу бөлімінің басшысымын. Сұрақ? Бота ханым, жалпы командаға, компанияға қалай әсер етесіз? Әсер ету жағынан өзімді ойлаймын, таңертеңнен келгеннен жаңағы командаға дух беретін, көңіл күй сыйлайтын, барынша көңілді жүретін адамдардың қатарынан табылатын сияқты. Жалпы команда деген сөзді қалай түсінесіз? Команда деген өзі айтып тұрған шығар, команда жалпы бірге жүретін, бәрі бірінің сөзі үшін құптайтын, және де бірін бірі әрқашан қолдайтын мықты команда. Өзіңізді 3 сөзбен айтып кетіңізші. Көңілді, қолдай білетін, ашық. Ал енді соңғы сұрақ, жалпы 5 жылдан кейін осы компанияда өзіңізді қалай елестетесіз? Әрине, несиелеу компаниясының басшысы ретінде және де команда үлкен болғанын қалаймын. Компанияның өркендеп өсуін және де соның ішінде өзімнің қандай да бір үлкен үлес қосуыма септігін тигізетін адамдардың қатарынан табылатын. Не үшін сіз Q Photo Park'ды таңдадыңыз? Не үшін мен Q Photo Park компаниясын таңдадым? Негізінде ол неожиданность болды. Мен осы компанияға негізі аяқ астынан келгенмін. Құрбымның айтуы бойынша аяқ астынан собеседованияға түстім. Собеседованияны өтіп, осы компанияға негізі колл-центрға келген болатын. Сонымен біраз уақыт жұмыс жасап колл-центрда, кейін несиелеу бөліміне өткен болатын. Қазір осындамын.
Всем пока-пока. Барлық сұрақтарға жауап беріңіз. Маған да істеген сұрақ па? Қабылдин Мұхаммед, Күйпо тұлпар автосалонының колл-центрінде оператор маманын атқарамын, яғни осы жерде өзім жұмыс жасаймын. Дінмұхаммед мырза, сіздің компанияға келгеніңізге қанша уақыт болды? Компанияға былтыр жазда келгем, жаздың басында. Тура Талғат туған күні болған кезде, қателеспесем маусымның 10 күні келгем алғаш рет. Сол кезден бері жұмыс жасадым. Өзі 1 жыл 3 ай болып отыр. Димаш мырза, жалпы осы компанияда және өзі қазір колл-центрда жұмыс жасайсыз, осы командаға сіз қалай әсер етесіз, сіздің ойыңызша? Әсер етесіз? Иә, жақсы жағынан ба, немесе жаман жағынан ба? Мүмкін сіз команданың энергиясын алатын шығарсыз өзіңізге, а может быть, наоборот, сіз оны тарататын шығарсыз. Ол жағынан келетін болсақ, мен өзім басынан позитивте жүрмін, көңіл күй онша түспейді. Көңіл күй жымиып жүріп, әйтеуір барлығына көк сыйлап жүреміз барлығына. Ол команданың энергиясын ал, онда ештеңе жоқ бұл жерде. Басынан үлес қосу ғой, барынша не болса да қолдан келген жұмыс жасау. Енді Димаш мырза, өзіңізді 3 сөзбен суреттеп кетсеңіз. 3 сурет. 3 сөзбен. Сөзбен. Позитив. Үлес қосу барынша қолдан келгенше. Даму. Жалпы 5 жылдан кейін осы компанияда өзіңізді қалай елестетесіз? 5 жылдан кейін? Иә, кім болып елестетесіз? Білмеймін, Құдайдың бұйыртқаны алды мақсат қою ондай. Көреміз ғой енді. Қол жетіп жатса бастық қой бір жердің. Хорошо. Рахмет, Димаш мырза, сізге көп-көп. Иә, компанияға тілек айтып кетіңізші. Компанияға? Иә. Кім звонып отыр? Компания тілек. Алла расулары көп болсын, әрдайым биіктен көрінсін, әрдайым жақсылықта болсын. Ешқандай Күйпо тұлпар бұндай автосалон Қазақстанда жоқ, бұлай аталып атқан, қазақтың атымен тем болып. Әрдайым қазақтың жанашыры болып, барлығымыз енді болашақта даже автомобиль шығарсын қазақтардың аттарынан. Осы главный. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Жұмаділ Дастан, Әлиұлы. Осы компанияда жұмыс жасаймын, регистратор болып. Жалпы, Күйпо тұлпар компаниясын не үшін таңдадыңыз? Мен өзім бала кезден машина қызығатынмын. Машина ұнайтын, еліктейтін, жасағанға, айдағанға. Сонымен сол себепті осы компанияны таңдадым. Сіздің осы компанияда жұмыс жасап жүргеніңізге қанша уақыт болды? 2 жылдан асты. 2 жылдан асты. Яғни, былай қарайтын болсақ, бастан бастап осы компаниямен бірге келе жатырсыз, иә? Компания туралы жалпы өзіңіздің ойыңыз не айтасыз? Өз ойым, компания дамуда. Одан кейін әлі алдыға дамиды деген ойдамын. Алар белестеріміз өте көп, көздеген мақсатымыз өте көп. Негізі командамен компанияға сенемін бастысы. Жалпы компанияға қалай келдіңіз, қысқаша тарихыңызды айтып кетсеңіз? Менің келу тарихым 2019 жылдың август айында, дәл осы айында менің танысым істеген бұл жерде. Оған дейін бұрынғы автосалонда істегенбіз бірге. Сол жігіт звондады, сөйлестік, шақырды, келдім. Басында продажник болып келдім мен. Сонымен келдік, практикадан өттік. Содан кейін жұмысқа қабылдандым, сөйтіп осылай қалып кеттік жұмыста. Сіздің жұмысыңыз должность, регистратор. Жалпы сол жұмыста қандай қиындықтармен кездесесіз? Қиындықтар дегенде шын айтсам особо бір қиындық жоқ. Өтірік айтпай қояйыншы. Сіздің жұмысыңыз сізге ұнайды ма? Өзіме ұнайды. Енді өзіңізді бір үш сөзбен сөйлетіп кетсеңіз. Өзімді? Иә. Қандай сөзбен? Қалай кетті шығады? Ой, соска, красавчик, интеллигентный. А жоқ, или былай айтсаң, интеллигентный, уважаемый,
авторитетный человек. Это было круто. Төрт сөз болып кетті бірақ. Жалпы өзіңізді 5 жылдан кейін осы компанияда кім болып қалай елестетесіз? Бір филиалымыздың директоры или начальник, сол ретінде көремін өзім. Енді компанияға айтып кететін тілегіңіз бар ма? Компанияға айтатын тілегім осы қарқынмен даму, тоқтамау, жігер қайрат. Талғат Сақан мырзаға сенемін мен өзім. Дамы беру, тоқтамау, сәттілік. Алдыда қиыншылықтар болады, оған қарамау керек, сынбау керек. Ең бастысы. Осы тілерім. Рахмет, керемет интервью болды. Сіздерге рахмет. Соңғы сұрақ, кім жақсы көресіз? Өз-өзімді. Бір-екі, ассалаумағалейкум. Асан Айбар, осы Q-Photopar компаниясында маркетолог қызметін атқарам, және де SMM менеджермін. Сонымен қатар фото, видео саласымен жұмыс жасаймын. Q-Photopar жаңадан тәй-тәй басып келе жатқан компания. Болашақта алар белестері өте үлкен. Соған қарамастан осы компанияға келіп өзімнің үлесімді қосып жатырмын. Командадан бөлек мені ең бірінші, менің подписчиктерім бірінші біліп отырады. Менің әр таңым қайырлы таңмен басталады өзі. Менің команда мені көрмей жатып, ең бірінші болып менің подписчиктерім бірінші көріп жатады. Сондықтан мен командадан бөлек осы оқырмандармен де жұмыс жасаймын. Содан бөлек осы деймін, қалай? Біздің автосалонға келіп, автокөлік сатып алыңыздар деймін. Барша оқырмандарымызға қайырлы таң. Осы компанияда мүмкін маркетинг бөлімінің басшысы ретінде. Кім білсін, бір құдай біледі ғой. Алда көптеген жаңалықтар болады. Нұр-Сұлтан қаласынан ашылғалы жатырмыз. Мүмкін сол жақта жұмыс істерміз. 3 сөзбен. Өз жұмысына тиянақты. Жауапкершілік ала білет. Және де адамдармен тіл табыса алады. Менің негізгі мамандығым маркетолог. Менің осыған дейін группаласым осы жерде жұмыс жасап жүрген. Белгілі бір себептерге байланысты ол жігіт шығу керек болып, мені өзінің орнына тастап кеткен болатын. Сізге қазір осы компанияда жұмыс жасауға ұнайды ма? Әрине, адам ең бірінші өзінің жұмысын сүйіп істеу керек. Сол сүйіп істегеннен кейін барлық нәтиже шығады деп ойлаймын. Енді компанияға айтатын өтсеңіз бар ма? Осы тәй-тәй басып келе жатқан компанияда жұмыс істеп жатқан қызметкерлері болашақта әрбір филиалдың бір-бір басшысы болып отыруға тілектеспін. Рахмет, керемет интервью болды. Сен анан сұрамадың ғой? Команда деген ше. Айбар мырза, жалпы команда деген сөзді қалай түсінесіз? Менің ойымша команда деген ол жауапкершілік деп қабылдаймын мен. Өйткені бір адам барлық адамға әсер етеді. Сол үшін бір адам жауапкершілік ала білсе, барлығы дұрыс болады деп ойлаймын. Шынар Сақан, жасым 36-та, 3 баланың анасымын. Талғат Сақанның туған жалғыз қарындасымын. Жалпы осы Q-Photopar компаниясына келген қысқаша ғана оқиғаңызды айтып кетсеңіз. Мен өзім бір бизнеспен айналысып жүрген едім. Ақмарал ханым звондап, хабарласып, шақырды. Осындай жұмыста істесең деп. Енді бұл менің ағамның компаниясы болғаннан кейін бұл компания туралы мен баяғыдан білем. Себебі кішкентай кезімізден әкеміз бізге әрқашанда осы көлікке деген махаббатты кішкентайымыздан бойымызға сіңіртті. Өзім кішкентайымнан мені қыз бала болса да машина үйретіп, ағаларымда еңбекке баулып үйретті. Осы әке-шешеміздің арқасында ағам осындай жетістікке жетіп отыр. Осы компания ашылғаннан кейін менің де әрине әрқашанда бір қызығушылығым, инстаграмнан желден қарап, бақылап көріп жүрдім. Осындай жас әрі бір нағыз команда тек қана осы Q-Photopar-да көре білдім. Хотя осы уақытқа дейін көптеген жерлерде жұмыс істедім.
Бірақ именно осындай жас белестерді бағындыра білетін, қолдарынан өнерлі, бірінен бірі өткен команданы осы Q-фотопардан көрдім. Әрине, ең бірінші Ақмарал ханым маған осындай ұсыныс жасағанда қуана келістім. Бір сұрақ, жалпы Талғат мырзаның қарындасы болып, ағаңыздың компаниясында жұмыс жасаған қалай екен жалпы? Ол ең бірінші мақтаныш. Ол шыны керек, кеудеңде бір мен Талғат Сақанның қарындасымын деп айту өте бір сол мақтаныш. Ал екіншіден үлкен жауапкершілік. Себебі жай ғана жұмысшы емессің, ол сенің ағаңның атын, әкеңнің атын алып жүргеннен кейін ол бір үлкен жауапкершілік. Сондықтан бар ынтамен бірінші келген күннен бастап жұмысқа кірісіп кеттік. Жалпы сіз үшін команда деген сөз қандай мағына береді? Команда деген бірін-бірі бағалап, әркімнің жұмысын, яғни колл-центр мен менеджерлардың ортасындағы тығыз байланыс, менеджерлар мен жаңағы клиенттермен тығыз байланыс, бір-бірін сыйлау, бір-бірін шынайы жаны ашып жүгіру бір-бірін үшін. Яғни ол семья, жанұя деп білем. Команда деген ол нағыз бір кішігірім жанұя деп білем. Жалпы сіз осы компанияда қызметіңіз қандай? Мен колл-центрда оператор болып жұмыс істеп жатырмын. Негізі өте қызық. Потому что бұл деген, яғни суық, сен адамды көрмейсің телефонмен, яғни адамдарды шақырып, сол кісілердің машинасын, яғни өзінің затын, құнды затын алып келіп, осы автосалонға тапсырған сұрайсың. Енді ол өте бір жауапкершілік тоже. И ең бір басты жұмыстардың бірі деп ойлаймын. Жалпы сіз Шынар ханым болып, осы командаға, осы компанияға қандай әсер етесіз деп ойлайсыз? Ең бірінші келген кезінде мен колл-центрдің жұмысын көрген кезінде сырттай бақылап, мен өзім қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын мектепте оқыдым. Сол кезде көбісінің тыңдадым да, кім қалай жұмыс істейтін. Маған тапсырма берілген болатын. Сол тапсырмамен тексерген кезінде көптеген диалект, көптеген қатсе сөздер, көптеген жауыр сөздер көп болғаннан кейін, осы қазақи тіліміздің дұрыс айтылуын, яғни клиенттерге біздің құлақтарына жағымды естілетін осы солай қылып сөз жазып, солай қылып үйретуге тырыстым, барымды салдым. Жаман емес деп ойлаймын, себебі көптеген жетістіктерге жетіп, даже колл-центрда қыздардың өзі риза болып, сол. Яғни өзіміздің қазақ тілімізді егерде біз 100% жақсы меңгеріп, өзіміз дұрыс сөйлемей тұрсақ, ар жағындағы адамның сенімі деген бізге жоғалады деп ойлаймын. Жалпы, компанияға өзіңіздің тілегіңіз? Мен бұл компанияны анау бастапқыда басталып келе жатқаннан мен компанияны жүрегіммен жақсы көрдім. Себебі бұл менің ағамның компаниясы болғаннан кейін, ағамның кішкентай бір бала сияқты өсіріп, міне жеткізіп, осындай деңгейге жеткізгені мен үшін үлкен мақтаныш. Әрі қай жерде отырсам да, қайда барсам да, Талғат Сақан деген менің ағам, оның осындай компаниясы бар. И бұл тек қана қазақстандық компания емес, бұл международная компания деп әрбір клиентпен сөйлескен кезінде де соның асын сызып айтып отырам. Сондықтан бұл компанияға мен әлемдік деңгейде дамып, әлемдік деңгейде қарқын алып өсуін тілеймін. Соның қандай да бір бөлшегі болып соған үлес қосатыныма қосқым келеді. Компаниямыз тек қана өсе берсін, дами берсін, жетістікке жете берсін. Кішкентай міне Астана ашылып жатыр, иншалла, одан кейін Бишкек деп отырмыз. Бүкіл қалалар тек қана Қазақстан емес, шетелге шығып, бүкіл нарықты қамтитын үлкен автосалон болсын. Бар жақсылық тілеймін. Талғатыма денсаулық тілеймін, аман есен болсын. Осы жағдайды қолданып, мен сені жақсы көрем, мақтан тұтам. Басым дейіп, ризамын, рахмет айтам. Дайынмын.
Анньосео. Барлықтарыңызға сәлем. Менің атым Алия. Мен бұл компанияда Q-Photopar компаниясында администратор болып жұмыс жасаймын. Және де біздің управляющий директор Ақмарал ханымның оң қолымын. Алия, жалпы компанияға қалай келдіңіз? Жалпы қысқаша оқиға айтып кетем. Бұл компанияға мен өзім келген жоқпын. Менің әкем маған ұсынған болатын. Инстаграм арқылы рекламаны көріп, сөйтіп мына тұлпарға кел, сені іздеп жатыр деп айтқан болатын. Негізі мен өзім машина туралдым да білмеген болатын. Ең бірінші басында мен колл-центрға Будьте здоровы. Өзімнің әкемнің арқасында келген болатымын. Менің әкем инстаграмнан рекламадан көріп, колл-центрға оператор іздеп жатыр екен деп көріп, маған жіберген болатын. Соның арқасында келдім. Бірақ келген кезде мен машина туралдым да білмеген болатымын. Колл-центрда мүлдем жұмыс жасамаған болатымын. Бірақ келе жұмыс жаса мен барлығыны үйрендім. Қазір мені соның арқасында, компанияға сенгеннің арқасында ұнағандықтан мен осы администратор должностында отырмын деп ойлаймын. Өзіңізді үш сөзбен қысқаша сипаттап өтсеңіз. Ладно, хорошо. Ағылшынша айтсам болады ғой, я? Осай. Жалпы өзімді таныстырады, үш сөзбен айтып кететін болсам, cutie, sexy, lovely. Почему мы мешаем? Почему? 5 жылдан кейін өзіңізді қалай елестетесіз компания? Жалпы мен 5 жылдан кейін творческий директор деп айтады ғой, креативный директор. Сол жақтан елестетемін. Өйткені жалпы маған өте қатты ұнайды, осы творческий процесске жауап берген қатты ұнайды. Мысалы, осы компанияның ашылуын болсын, ұйымдастырған барлығымыз болатын едік. Өзіміз, яғни ешкімнің көмегінсіз біз өзіміз командамен ұйымдастырған болатын едік. Жалпы маған осы творческий процесс қатты ұнайды. Сол себепті мен өзімді творческий директор ретінде елестетемін. Команда деген ұғымды қалай түсінесіз? Команда, мен бір-ақ сөзбен айтып кетем. Мақал бар ғой, бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін. Осы команда. Q-Photopar-ға бір-екі ауыз сөзіңіз. Пожелание. Q-Photopar қазір өте дамып келе жатқан компаниялардың бірі, алдыда келе жатқан компаниялардың бірі. Біз бүкіл команда болып, жалпы мен өзім осы Q-Photopar-ға қатты сенемін, және де не болмаса да соңына дейін осы компаниямен бірге болуға тырысамын. Сіздерге көп-көп рахмет. Микрофонды тақойдым, кешірім сұраймын. Сіздерге көп-көп рахмет. Жалпы мен осы компанияда, осындай керемет компанияда Талғат мырза мен Ақмарал ханыммен осындай командамен жұмыс жасап жатқаныма өте қатты қуаныштымын. Сейчас разгонка начинается. Нет, первое лучшее озвучка.